Қара індет шаруалар көтерілістері мен феодалдық соғыстардың басты себебі болды ма? Қалалардың ластығынан жұқпалы аурулар жиі тарап, адам өлімі көбейді. Жұқпалы аурулар Европа елдеріне кемелермен жеткен егеу құйрықтар арқылы таралды. Індет қалаларда қатты болып, Европа тұрғындарының 1/3 қазаға ұшырады. Бұл қорқынышты оба індеті 14 ғасырда қара індет деп аталды. Көптеген елді мекендер қаңырап бос қалды. Қалаларда адамдарды жерлейтін зираттар жетіспеді. Франция мен Англияда осылайша қалыптасқан жағдай шаруаларды күйзеліске жеткізді. 1358 жылы Бавизия округінде шаруалардың Жакерия деп аталатын көтерілісі болды. Жак деген адам аты. Француз шонжарлары шаруаларды келеке етіп осылай атайтын. Содан шаруалар көтерілісі Жакерия деп аталған. Көтеріліске 100 000 адам қатысты. Көтерілістің себебі 100 жылдық соғыстан және қара індеттен туындаған елдегі күйзеліс, салықтың өсуі еді. Сонымен бірге жалдамалы әскерлердің тонаушылық әрекеттері қарапайым халықтың ашу-ызасын келтірді. Шаруалар салыққа және өздерін әртүрлі тегін жұмыстарға пайдалануына қарсы шықты. Мұның аяғы көтеріліске ұласып, солтүстік Францияның Бавизия, Пикардия, Шампань аймақтарын қамтыды. Әсіресе Бавизия аймағында көтеріліс кең етек алды. Көтерілісті әскери істі білетін шаруа Гильом Каль басқарды. Гильом Кальді феодалдар алдап, келісімге шақырып өлтіреді. Басқарусыз қалып, нашар қаруланған шаруаларды феодалдар отрядтар тас-талқан етіп жеңіп шығады. 1358 жылы француз тағының мұрагері Карл Парижді басып алып, көтерілісшілерді жазалады. 1381 жылдың мамыр айының соңында Англияның оңтүстік шығысындағы Эссекс графтығында Тайлер бастаған шаруалар көтерілісі басталды. Оған Франциямен соғысты жалғастыру үшін жаңа салықтың енгізілуі себеп болды. Көтерілісшілер салық жинаушыларды ұрып соғып, олардың кейбіреулерін өлтіріп те жіберді. Көтеріліске бұрын 100 жылдық соғысқа қатысқан Тайлер басшылық етті. Лондонға жақын жатқан екі графтықтың шаруалары Астанаға қарай аттанды. Олар корольдің ақымақ кеңесшілерін жазалап, корольге өз талаптарын орындатуды көздеді. Король 2 Ричард көтерілісшілермен кездесуге мәжбүр болды. Көтерілісшілер корольден басыбайлықты жойып, саудаға еркіндік беруді талап етті. Король шаруалармен келіссөз жасап жатқанда, Лондонның мэрі Тайлерді опасыздықпен өлтіреді. Көсемінен айырылған көтерілісшілер Лондоннан қайтып кетеді. Көтеріліске шыққан аудандарда король соттары жұмыс істеп, қатысқандарды қатаң жазалайды.